Добрый день, тағы да қалайсыздар, жағдайларыңыз қалай? Көп сұрақтың бері Тима қайда? Тимамен айырылысып кеттіңдер ма? Деген сияқты. Сіздер өздеріңіз көрдіңіздер. Тима қазір Турцияда, шетелде. Ал қазір мен өзім дәл қазір машинам тірлігімен жүгіріп жүрмін. Құдай қаласа 1-2 сағаттан кейін сіздерге айтатын боламын, Тима қайда, и не үшін кетіп қалды. Миллионерлердің составымен қайқа келіп десеңіздер, Назым, Альмира. Фото. Бүгін шашын бояп алған мына қызға. Байғын күнім. Бүгін ботанбайды. Я, өте. Доктор не болды? Альфредодан беріп атыр блокларын. Креветкинан, аш шаяндарынан жесіңдер. В общем, мен сіздерге бір қызық айтайын. Біз енді ай сайын осылай миллионерлер болып 1 миллионнан жаңағы гәп жасап жатырмыз ғой. Осы жолы Ботаның очереди, сонымен келіп қапты очередім. Қой деп барымызды киіп бақанымызды сүйретіп шықтық енді. Сөйтіп әп-әдемі болып отырмыз. Бұл қыз біздің встречаға анау-мынаумен шашын бояп, фитнесқа барып, кәдімгідей арықтайын деп жүріп Келесі сыйқына очеред. Бұйырса екен. Жасмин, сіз тамақ пісіргенге қалайсыз? Мен жақсы. Күшті ең дәмді пісіретін тамағыңыз ше? Альфредо паста. Мәссаған. Ал сіз тамаққа келгенде андай капризный деп айтасыз. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, қалайсыздар? Тағы да біз шықтық, короче, анайыз анау. Бүгін сол учетқа тұрған жерімізге тағы да бір анализдер тапсыру керек. Сосын әкесінде флюрасы, ВИЧ-қа бір нәрсе анализ анау дофига нәрсе керек ғой. Мен не қатысым бар дегенде көтерген әйелім ғой деп сөйтсем біздің де 1-2 заттарымыз керек екен. Соның копияларын шығаруға келе жатқан жайымыз бар енді. Қайсыздар өздеріңіз? Ұйықтап көп жүрмейді. Ертегі айтқан нәрсем жайында барлығыңыз сұрап жатыр екенсіздер, типа нақты ма деген сияқты. Алдыңғы сториста видеоларды көргендеріңізде ол кісінің жауаптары, сұрақтар жалпы маған ұнаған жоқ, көңілімнен шыққан жоқ. Сонымен енді демалыс күндері ойландым. Сонымен осындай шешімге келдім өзім нақты. Сол себепті бір ары қарай бұны соза берудің керек жоқ деп ойлаймын. Нақты жауап сол болыпты және сондай шешімге келдім.